болса да, сол ұлтпен, халықпен біте қайнасып жалғасып келе жатқан киелі мұралары қымбат. Қазақ халқы үшін киелі мұра бұл күй өнері. Күй тарихы, қазақтың күйлерінің тарихы тереңде жатыр. Күйді елдің тарихынан бөліп алып қарау мүмкін емес. Бұрынғы өткен күйлер, замандардағы күйлерде қазақтың қайғы қасіреті, азаттыққа деген құлшынысы, әділетсіздікке деген күрес, әділетсіздікке қарсы күресі өрнектелген. Күйдің құдіреттілігі жөнінде ақын Ілияс Жансүгіров былай деп жырлаған екен: тайпалап жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй деп күйдің маңыздылығын, сипатының тереңдігін бағалаған екен. Әдемі поэзия тілімен шебер жырлап өткен. Бүгінгі біздің жаңға дәуа әуендер жобасы аясының құрметті қонағы, Қарағанды жұртшылығына танымал күйші Тұңғышбай Әділбайұлы бізде қонақта. Қош келдіңіз аға. Біздің бүгінгі тақырыбымыз сіз күйші болғандықтан осы күй төңірегінде әңгіме өрбімек. Ең алдымен осы өзіңізді таныстырып өтсеңіз, біздің оқырмандарымызға шығармашылық өнеріңіз туралы айтып әңгімелеп берсеңіз. Рахмет. Мен Өспен деген жер бар. Нелді Өспен дейді. Бұл жерде Нелдіде Сәкен оққан, Сейфуллин. Сол мектепте мен де оққам. 64-те мектеп бітіргеннен кейін осының Қарағанды қаласында музыкалық училище бар. Соған үстінде 68-де бітіріп, сосын филармонияда, Қарағанды облыстық филармониясында сонда 71-72-ге дейін қызмет жасадым. Онда алғашқы қарлығаштар дейді, әйтпесе жаңағы осы филармонияны ашқан баяғыда 38-ші жылы Зәбира Жұбатова, Алтын Әлиева, Мағауия Көшкінбаев, Ләйла Хажмұратова соғысқан оркестрінде. О заманда мынандай жаңағы қазіргі замандай телевидение деген, мысалы интернет деген жоқ. Ол уақытта сол көбісі радио ғой. Сосын әртістерді ол жазда шығады. Театрдың әртістері, филармония әртістері, ауыл, одан кейін жаңағы кент дейміз, совхоз дейміз ғой. Сол совхоздың бөлімшелері, малшылар, қойшылар, соларға концерт қоямыз. Жазда осы өзіміздің өңірлерді аралаймыз. Ал қыста мынау Жылқұс сияқты Жылжаққа барамыз. Талдықорған, Алматы, Қызылорда, Шымкент сол жақта, Жамбыл сол жақта барамыз. Енді о заманда мен жүрген уақытта Брестке бар автобус болатын. Ал менің жаңағы апаларым, ағаларым жүрген уақытта ат-арба, өгіз шана, трактор сонымен жүрген ғой. Жаңағы Жаңылға Артабаева деген апамыз Алтын Әлиева сосын айтып отырады: сендер бақыттысыңдар ол автобусты. Мен қазір таңғаламын енді. Ман деген автобус бар, білесің бе? Германский. Соған мен соғыс ұстап жүрдім. Тақтаның не болады ғой. Көрдіңіз бе, сол есімде заманда ғой. Мен енді әлгі айтып отырады: ой, әртістің жолы қиын, әлем түгенде. Менің жолым қиын болған жоқ. Жаңағы апаларым, ағаларым, солардың арасында барып мен сырып кеттім. 19-20-дағы бала. Сосын ол кісілер енді бұрыннан келе жатқан Алтын Әлиева мынау Қали Бажановтың келіні. Соның Ала деген қызбен бір оқыдым мен. Сосын енді мен сол балдарымдай адаммын ғой енді. Содан оны сол 3 жылдан астам 4 жылда істедім, 67-де істеген мен. Соңғы курста оқып жүргенде сол филармонияда жұмыс жасап, бірдеңе істірдеңе sordu. Ақша береді, бір 30 теңге. Сол жақта көп ақша болды. Содан кейін 71-де сол ол уақытта 3 жыл жұмыс істеу ол 3 жыл жұмыс істемесең саған диплом бермейді. Жіберген жерінде 3 жыл істейсің. Өйткені сен оқытты ғой. Стипендия берді, афиште берді, ол ана өкімет оқытты. Сол Жаңарқа дегеннен өзім ауданым, сол Жаңарқаға барып, сонда музыкалық школада орналастым. Ол жерде 96-ға дейін істедім. Соны 24 жыл директор болдым. Жаңағы мектепте. Сонысын 96
97 жылдары мына қазір әлгі филармонияға орналастым 99 жылы. Әуелі бір жай жұмыстар істедім, администратор, анау деген. Сол 2000 жылдан бастап директор болдым, соң 12 жылға дейін директор болдым. 12 жыл директор болдым. Шалтман концерт залында. Сонан кейін жаңағы әлгі зейнеткерлікке келгеннен кейін де оған нетпеді. Бір жылда жүрдім де 13 жыл ноябрьде бізде ведомственный музей дейді ғой әлгі. Сол музей ашылды. Фойе екінші залда, сонда 38 жылдан бастап мына күнге дейін қандай әдістер істеді, киімдері, музыкалық аспаптары соның бәрі сонда сақталған. Жеке-жеке стендтер бар сонда. Ал енді сонан кейін мен ол жай оған музейді ашып жауып емес, мен жаңағы немен архивтерден іздеп 38 жылдан бастап кімдер істеді, апайлардың жаңағы ағалардың бәрін түгел өмірбаяндарын онда данный жоқ не ғой әлгі. Кішкентай ғана осы мынау бәлен деген әртіс туды, өсті, мұнда істеді. Соның бәрінен осы таяуда кітап жазып шыққан. Ол кітабын шығады, алла қаласа. Өзінеге берілді, баспаға беріп шығады. Сосын сол Қали Байжанов, Жабира Жұбатова, Алтын Әлиева, сосын Жамал Ғатабаева, Мұқан Исуов деген солардың жаңағы сосын Жетімтаева деген болады. Қайбира Жетімтаева. Күйеуі мынау Қазан театрының директоры болған, соғысқа алынған, соғыс айтыс болды. Соғысшылар қайсысын таптым, соның бәрін жаңағы әндерін анасын тауып, ол жаңағы не болып шығады, диск болып шығады. Бірақ деректер жинастырдыңыз, иә? Жоқ, лайфтың бәрін жинап. Сосын енді 28 адамға, алла қаласа, сол Қалиден бастап, сол тас қоямыз, Чкалова 3 деген бар, сонда біздің не болған, филармония болған. Соның сыртына тас қоямыз, ол жерде келісілді, шешілді. Енді соны осының бәрін жаңа жүріп, осындай творческий жұмыс қой шығайым осының бәрін. Сондай жұмыс. Ал енді мені күйшілігін елесек, мен енді шертпек үй, көкпек үй дейді. Сосын біздің заманымызда мынау әлгі батыстан, орыстан классикасынан дейді. Мысалы, турецкий марш, полонез, Брамстың жаңағы 5-ші биі, 1-ші биі, сосын жаңағы Жуанктың нелері бар, тәжік билері бар, сондайды жаңағы пианино осы ойнайды. Үш жер болмасына. Ал жаңағы поездка дейміз ғой енді. Камерді көшкен уақытта баянкистер ойнайды. Солардың сүйбелігімен жаңағы ойнаймыз. Мен енді әртісте болдым, директорда болдым, мұғалімде болдым, осының бәрін де алып жүрдім шығар. Мен өзім мақұл отырамын, осының бәрін мен істеген деміз. Сосын маған көбінесе сұрақ береді. Аға, сіздің қандай атаңыз бар деп. Партия заманында райкомның жаңағы грамотасынан бастап Брежнев анау цикан грамотасының бәр грамота бар. Жаңа айтып өттіңіз, иә, төкпек үй, шертпек үй деп екіге бөлінеді екен. Осы төкпек үй мен шертпек үйдің айырмашылығы неде, қандай, соны қысқаша айтып өтсеңіз бізге. Ол шертпек үй, мынау біздің осы орта жүзде, орта маңында. Осы жақта дамыған, сосын мынау шығыста дамыған, сосын сегмент дейді, созақ дейді, сол жақта. Ал төкпек үй мынау батыста. Батыста төкпек үй сол жақта тараған. Ал енді мынау шертпек үй мен төкпек үй екеуінің айырмашылығы бар. Шертпек үй өз адамның бүкіл жан дүниесін жүрегінен шыққан сондай жаңағы өзінің нелері бар. Ал енді мен сізге бір мысал келтіре кетейін. Қыз жібек киносын қойған ғой, білесіздер. Сол қыз жібек киносын қойған уақытта Төлеген мен жібек екеуі көлдің жағасында кездескен уақытта аққулар ұшып келе не ұшып кету керек екен. Бір күн барған, екі күн барған болмаған ғой. Осы үшінші күні тілендейіп алғанда аққуда өгей бар. Соны ойнаған уақытта аққулар келіп жаңағы суға қонған. Осы мүсіреп сценарист, қожықов режиссер, ана жүгіріп келген ғой. Не қылдыңыз, не болды, не болды, аққу келіп тарттым деп. Солай біреудің шындық анақлерінде естелігінде бар. Сондай, енді жаңағы күйді өз бірдеңеге арнап шығарады мысалы. Ана кісі жаңағыша енді нар идірген деген күй бар. Ана ботаөлік болса, нар сауызбайды екен. Сонда анау жігіт тартты, шал тартты, анау тартты деп бір адам тартқан шығар, оны бір алда біледі. Сонда жаңағы күйді, нар деген тартқан уақытта, ана күй нар иіп жаңағы сауызды екен. Осын бозайыр деген күй бар.
сол күйдің құдіреттілігі бозайғы деген күй бар мысалы. Тәттім беттері бар, мына біздің Сартоқада да бар, тағы бар. Ол жаңағы бозайғы, енді ол жылқы ғой енді. Сол анау жараланды ма, жаңағы далада қалды ма, не жаугершілік заманда, сонда үйіне келеді екен да, жаңағы бозайғы келіп терезеден. Соның барған уақытта жаңағы кісіні тауып келеді. Сондай жаңағы. Аңыз үйлері бар шығар. Бозайғырдың тағы да бір жаңағы варианты, аңыз бұл бозайғыр деп аталаны, жаңағы бозайғырды қарақшылар ұрлап әкеткен екен дейді, иә. Ұрлап әкеткенде ол үйіне қайтып келіп, жаңағы өзінің үйдегі кішкентай бала үстінен көріп, жаңағы оны баламен қоса тағы алып кеткен. Содан бала жаңағы айғырды алып қашып келе жатқанда сүрініп құлап, бала мерт екен. Баланы әлде қарақшылар ұра ма екен. Содан бала жаңағы құлап қалады, айғыр үйіне келіп, жаңағы баланың әкесіне келіп, қайтадан балаға алып келеді екен дейді. Содан бұл жаңағы аттың осы күйші көріп, осыған күй шығарған екен дейді. Осындай да варианттар бар екен. Жаңағы аңыздардың негізі әрбір күйдің өзінің бірнеше аңыз қылып таратқан ғой, соның бірнеше варианттары болады береді екен, иә. Енді өзіңіз бір күй орындап берсеңіз көрермендерге. Мына Сәкен Сейфуллиннің ол кісі мынау Затаевичті сол кісіні тауып алып, сен қазақтың ән күйін ортаға түсірдіп, соған жағдай жасаған. Бұл тарихта бар. Затаевичтің осының сізде де кітабы бар, кітабын қарасаңыздар, сонда бәрі жазылған. Сонда әуел өзі жазылған, онан кейін осының біздің анау әлгі зиялы қауым, мысалы кім Байтұрсынов Аққұм жазылған тағы да әндері бар. Осының кейін ойы мына Аққұм кімнің әні деп Байтұрсынов, бірақ ана Затаевичте бұл кісі жазылған, бұл халық әндері. Сонда кімнің Сәкен мына 120 жылдыққа осының бәрін біз нағылып зерттеп, мына әліп Жайлыбай деген ағамыз бар, қайтып кетті қазір, ғалым Жайлыбайдың ағасы. Содан осы неден тауып, бұл кісінің екі күйі бар екен. Біреуі Тоқа деген, екіншісі Абылай ханның ат әскерінің шерігі деген. 20-шы жылдар әлгі ат әскер құрып, жаңағы армия құрып, полиция құрып, сондай болды. Бұл кісінің жаңағы ат әскерді соған шығарған. А мынау нені Тоқа деген күйді бар, кейінгі кезде әркім әңгіме айтып жүр. Абдулла Асылбеков деген Нұраның жігіті осы неде Қарағандыға атқондар болған, сол уақытта атылған кісі. Соған арнады деген бар. Затаевичтің несінде, мында кітаптары бар, сонда оқысаңыздар 111 бетте ғой. Сонда жазылған. Бұл Тоқа деген ру аты дейді, Затаевич. Ал мына Сәкеннің өзі осы Тоқадан деп. Сәкеннің 120 жылғына осының несінің бәрін, күйлерінің бәрін тауып, біз үлкен несі ағамыз, контекст ағамыз. Не шалқында да. Сонда осы күйлерді оркестр тапқан. Мен мұны Тоқаны тартып берейін, бұл бірінші орында болды.
Мен бүгін мына бірінші орында отырған себебім 27 февралда 3 атыста Бейімбет, жаңағы Сәкен, сосын Ильясты атқан ғой 27 февралда. Ал жаңағы Сәкенге 125 жылдығына, жаңағы 19 жылы Сәкенге құрмет құттықтар, ұрпақтары. Ненің ана үлкен мешіті бар Астанада. Сонда шуын бөлім жоқ, шуын бірдей жаңағы. Ал енді бұл жаңағы мынау, бұл да тарихи күй. Ал енді мынау батыстың күйін алатын болсақ, оларда мысалы Құрманғазыны алады, олардың енді өзі әлгі халық сол батырлау халық қой. Соған алған, ал енді біздің Тәттімбет. Ол арқа күйінің несі, ол адамды, мынау запытты андамын ойлаған уақытта, негелерді, шетпе үйлерді көп қабылдайды екен. Мына біздің Тәттімбет оркестрі, Құрманғазы оркестрі бір жерге барып, Австрияның бір жеріне қойдым, ең кішкентай не қойды, деревня. Ол жақта бәрі былай отырады дейді. Осы әрден болғаннан кейін, жаңағы жер теппейді екен дейді. Қол соққанда. Бізде кімді Бейшенбай деген ректор болған, сосын айтып отыратын осылай осылай. Анау ұнаған солай, ұнамаса дәкісіне шығып кетеді. Жошы. Сол Жошы, ол бұдан аңыз ба негізі өзі кім маған естітсе жамандықта соның есіне көмейіне қорғасын жем деген бар. Сосын енді кім айтады? Содан кеп бұлдаған жаңағы күйші бар. Сол бар естіткен. Сонда мынаған тесік содан қалды деген сөз бар. Ақсақлан деген күй бар. Ал негізі кет бұғы күйші. Анаңыз жанында жүргендім ғой. Сосын жаңағы оны кейін жастырып, бірақ мынау жүніс деген шетте не бар? Жаңағы тарихшы сол жазды. Кет бұға деген екен. Кет бұға ол әскер басты. Жаңағы енді күйдің құдіреттілігі ғой, жаңағы хан айтқан ғой, баламның өлімін естіткен адамға жаңағы тамағына қорқасын құям деп, сонда осы көп жыраулар жаңағы өздерінің ханның осы күй арқылы жаңағы қаралы хабарды ханның өзінің аузымен айтқызған ғой. Бұдан біз өзіміздің жаңағы күйдің құдіреттілігін жаңағы тіл байланса күй сөйлейді дегенді түсінеміз, иә. Енді тағы да осы өзіңіздің репертуарыңыздағы сүйіп ойнайтын күйлеріңіз туралы, ең өзіңізге жақын бір жүрегіңізге керемет соны қатты жақсы көретін бір күйлеріңізді айтып өтсеңіз және орындап берсеңіз. Мен жаңа айтып өттім ғой. Шертпеге, төкпеге, сосын жаңағы классика деген болады. Біздің заманымызда сол классиканы көп тыңдайды. Осындай классикада мынау Полонезді, осында Брамстың есін, осында Лондонды, олар енді оны, ол заманда көмін еді. Қазірғыларда мынау, қазір кейін өзі деңгей түсіп кетті. Оны ана Шоқанбаев деген не бар? Дирижер бар, осында жаңағы мұғалім, соған айттым ғой, мен сендер анау естім, мынау естім. Үй оны санау керек қойды, санама сол жағы болады. Біздің уақытта солай бар, біздің уақытта мен ойлап берейін, Брамстың 5-ші станциясы бар, венгерский деген, соны айтып берейін.
уақыттан 25-22-ден қазір енді 60-тан астық шығады. Негізі мынау күй атасы қорқыт деп айтып жатады. Бірақ мынау күйді зерттеушілер осы күй қазақтың күйлерінің тереңде жатқан шарамыздың басында айтып өттік қой. Осы міне біздің кітапхана қорында күй тақырыбында күйлер, жаңа күй табақтар, осы күйге көп әдебиеттер қоры көп сақталған. Міне алдарыңызда тұрған оқырмандардың назарына айтып өтейін, қазақтың мың күйі кітабы міне бізден кітапханада бар. Және де басқа осы күй тақырыбында жалпы қазақ мәдениетінің, өнерінің тарихына байланысты әдебиеттер осы кітапхана қорында көп, өте бай. Сондықтан келіп алып оқуларыңызға шақырамыз. Енді аға тағы да өзіңіздің шығармашылығыңыздан тағы күйлер орындасаңыз, және жаңа басында айтып өттіңіз, мен оркестр болды дедіңіз, иә? Өзіңіздің бұл оркестр, өзіңіздің құрған оркестріңіз бе? Сол туралы айтып өтсеңіз, сосын күйлер. Жаңарқада жаңағы драма театры болды, сосын үлкен оркестр болды. Үлкен оркестр болғанда біз 86 жылы жаңағы марқұм ағам Әліп Жайлыбай бұрын елестеген ғой, әділ пропагандада. Сол хатшыны ауыстырып, бұл кісіні не культураға жіберген. Сол кісі басқарып 86 жылы бардық, сол 35. Ұлттық аспаптар күй болды ма? Ұлттық аспаптар оркестрі. Бірақ ол жаңағы инструменттердің барлығы бар, өйткені бізде музыкалық мектептер бар, музыкалық мектептің жаңағы филиалдары бар. Сонда қобыз да бар, прима да бар, бас қобыз да бәрі. Біз енді сол почти профессионал сияқты. Сонда біз 3 сағаттық программа жаздық, Алматыда, телевидениеде. Сонда үлкен жаңағы ол енді оркестр алғы естейді ғой. Алғы естегенде оның 40-50 адам жем емес. Өзі жаңағы домбыртыр адамдар болады, бір 15-16 адам жүреді. Кастактен ғой енді, негізі. Ол соған әкеліп жаңағы концерт бағдарламаға әкеліп соған қосып жібереміз де, сол адамымыз. Осыны бізде, мен сізге айтайын ба, 75 жылы жеңістің неше жылы ба? 30 жылы ма? 75 жылы. Сонда бізде 200-300 адам бізде қор болды бізде. Жаңағы мектептерден 200 адам, сол 300 адам қор болды. Онда бізде негізі сол заманда мынау өнер жақсы да мында. Өйткені көкеміз біздер 20 жыл бар, білдіңіз бе? Ол кезде ауылдардың өзінде көп сондай жақсы дамыған болатын. Ауылдың бәрінде одан кейін әлгі байқау болады, байқау. Ол байқау болғаннан кейін олар жаңағы орынға ие болғандарды 7 ноябрьде, сосын әлгі 9 майда, осы 8 мартта, ойбай оған бәрі келетін 8 мартта. Ол енді халықаралық жаңағы әйелдер күні ғой енді. Сондай бізде болды, нелеріміз жаңағы оркестрда болды, бізде осы әлгі би болды бізде. Осы Мұхатова деген осында қордан кейін мынау Ақбуды жетті ғой, шығарды ғой. Сол кісі бірінші бізде істеген. Әліп Жайлыбайсын алып келіп, бізде сол би бізде әлі бар. Ол бәрі, өнердің бәрі дамыған дұрыс қой. Ол ауылдың балаларының жаңағы домбырамен не емес, би де болды бізде, осынау гимнастика еді ғой. Сол арада болды сондай. Ал енді жаңағы қорқытты сұрап кеттің жаңағы қорқытты. Бұл баяғы 901 жылдары түркі қағанаты болды ғой. Сол уақыттан бастап дамыған күйлер болды. Өйткені анау нелерде, үңгірлерде тағы-тағыларында жаңағы домбыраның суреті, тағы-тағы суреттері бар. Біз неден музыка әдебиеті деген сабақ болады бізде. Сол уақытта оқытқан уақытта біз соның бәрін түгел қамтимыз. Мен бүгін просто газет бастап кеттім. Сол газетте жаңағы анау баяғы сол күлтөгін ғой. Сол күлтөгінің әкесінен бері қарай осы күйлердің дамығаны бар. Тағы үйреніп береміз жан? Ойнап оқырмандарымызға. Мен жаңағы классиканы ойнадым. Төкпе күй ғой, Сәкеннің күйі төкпеға екеуіне өтті. Енді мынау Тәттімбеттің Қосбасар деген күйі бар. Нотаға түсірген Хамиди, осыны ойнап берейін.
Sonra şirktegin bulay әуезді әндіріп береді ширктеги. Мына Тәттімбет өзі оқысы көбі санаған, бірақ ширктегінің негізін салып кеткен соқсы ол. Біріміздің осы. Өнерді Бағалау керек, оларды бағалау керек. Бір аңызда боғда күйші бір таудың басына шығып күй ойнап отырады екен. Өзінің мініп келген атын таудың етегіне байлап тастап, таудың басында күй ойнап отырса, бір өтіп бара жатқан жолаушы жаңағы боғда күйшіге айғайлап айтады екен: сен домбыра тартып отыра бересің бе, ана жақта сенің атыңды қасқыр жеп жатыр деп. Сол кезде күйші жаңағы жауап беріпті: ат кетсе тай бар ғой елде деп, ал мынау күйдің буыны кетсе ол қайтып келмейді ғой деп. Міне бұдан біз ата бабаларымыздың осы күйдің құдіреттілігін түсініп, күйді қасиет тұтқан екен. Енді осы қазақтың күйі, міне бүгін біраз аға күй орындадыңыз. Бұдан біз осы қазақтың қасиет тұтқан өнері өлмегенін білеміз, күйдің құдіреттілігін білеміз. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, міне мұра болып келе жатыр. Осы күй барда қазақ болып қалады. Ендеше жас ұрпақтарымыз осы халықтың қалған мұраны қастерлеп қадірлей білейік.